Бәріне сәлем, бүгін ең жеңіл қатпарлы қамыр дайындаймыз. Оңай дайындалады, қамырды шайып әуре болмайсыз. Видеоны соңына дейін көріп, міндетті түрде дайындаңыз. Бөлек ыдысымызға ұнымызды електен өткізіп аламыз. Содан соң үстіне тоңазытқыштан жаңа ғана шыққан сары май немесе маргаринді күштен өткізе отыра ұнымызбен араластырамыз. Неге бізде осындай болып шығуы керек? Енді салқын суды аламыз. Суды тоңазытқышқа алдын ала салып қойсаңыздар болады. Енді соның үстіне тұзымызды қосып, тұз ерігенше араластырамыз. Бір ас қасықтай уксусымызды қосамыз. Мен 9% уксусты алдым. Енді салқын суымызды жаңағы ұнымыздың үстіне құямыз. Енді қасықпен жақсылап араластырамыз. Содан соң қолымызбен қамырды біріктіреміз. Қамырды ұзақ араластырып қажет емес, жай ғана біріктірсеңіздер болғаны. Себебі біздің сары майымыз еріп кетпеуі қажет. Неге бізде осындай қамыр шығады, сәл қолға жабысқақтау болып келеді. Енді сыртын қаптап, тоңазытқышқа 1 сағаттай салып қоямыз. Біздің қатпарлы қамырымыз дайын. Осы күйінде кесіп алып, дайындай берсеңіздер болады, бірақ қазір мен дәл дүкендегідей етіп формасын жасайтын боламын. Бұл әрине міндетті емес. Енді осылай қамырымызды төртбұрышты етіп жайып аламыз. Осылай жұқа етіп емес, осындай қылып жайсаңыздар да жеткілікті. Енді жайылған қамырымызды бір-біріне беттестіреміз осылай. Содан соң төртбұрышты етіп осындай формасын жасаймыз. Енді сыртын жылылап қаптаймыз. Содан соң тоңазытқышқа 10 минутқа салып қоямыз. Тоңазытқышқа осылай көп жасап қатырып қойсаңыздар да болады. 10 минуттан кейін алып, арасын 2-ге бөлеміз. Арасын қарасаңыздар нағыз қатпарлы қамыр болып шығады. Дәл дүкендегідей, сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар. Ең жеңіл рецепт. Қазір мен самса дайындап жатырмын. Дәл осы қатпарлы қамырдан мінекей өте жұмсақ болды, пісіп шықты. Қазір арасын көрсетейін. Мінекей осындай нағыз қатпарлы қамыр. Сондықтан міндетті түрде дайындаңыздар. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Меруерт.